Сәлем достар, бүгін біз сіздермен электр сыйымдылығы және конденсатор ұғымдарымен танысатын боламыз. Алдымен электр сыйымдылығы дегеніне соған тоқталайық. Енді біз ол үшін мынандай бір қарапайым тәжірибені қарастырайық. Яғни мынау бізде электроскоп, электрометр, кәдімгі электроскоптың айырмашылығы шкаласы бар. Яғни электр заряды бар жоғын сезеді, ал егер шкаласы бар болса, мына жақта оның тілшелерінің бір-бірінен тебілу арақашықтығына қарай біз оның жаңағы потенциалының зарядтың жоғары немесе төмен екенін байқауға болады. Егер потенциалы көбірек деген сөз, демек ол өте үлкен арақашықтыққа тебіледі тілшелері бір-бірінен. Өйткені мынадан қандай заряд тұрса, мысалы мына жерде оң зарядталса, екі тілшеде оң зарядталады аттас болып, сонымен олар бір-бірінен тебіледі. Тебілу арақашықтығы оның потенциалының өлшемі ретінде айтсақ болады. Енді мынандай тәжірибе қарастырған екен. Яғни радиосы R болатын үлкен металл шарик алған және радиосы R болатын кішкентай металл шарик алған. Енді бұл екеуінің өлшемдері екі түрлі. Енді бірінші бір мына шарикпен жасалған экспериментті қарастырайық. Яғни ол электроскопқа жалғанған. Демек, оған заряд берілсе, сәйкесінше электроскоптың тілшелері де зарядталып, аттас болып, олар бір-бірінен тебіледі деген сөз. Сол кезде мына бірінші жағдай деп қарастырайық. Мынау екінші жағдай деп қарастырайық. Бірінші жағдайда егер мынаған қандай да бір Q1 заряд берсе, ол мысалы мынандай арақашықтыққа жылжуы мүмкін. Ал бұны сәйкесінше Фи1 потенциалға ие болды деп есептейік. Ал енді егер оны екі Q бір заряд берсе, онда мынау жылжып, мысалы мына жерде 2 стрелкаға жылжса, енді ол 4 стрелкаға еселеніп кетеді екен. Яғни егер 2 Q1 деген заряд берсе оған, ол 2 Фи1 потенциалға сәйкес келеді екен. Ал сіз егер мына шардың өлшемін ауыстырмай, егер зарядтың шамасын ғана еселеп арттыра беретін болсақ, сәйкесінше Q қанша есе артса, потенциал сонша есеге артып, мына тілшенің бұрылу ауытқу бұрышы сонша есеге үлкейеді екен. Ал енді керісінше біз егер мысалы шарды түрін ауыстырсақ, түр емес өлшемін ауыстырсақ размерін, яғни радиусы кішкентай шар қоятын болсақ, онда бұл ара қатынас, егер мысалы мынаған бір Q2 заряд берген болса, онда сәйкесінше оған бір Фи2 деген мынандай бір арақашықтыққа электрометрдің тілшесі жылжыған болуы мүмкін. Ал егер оған осындай 2 Q2 заряд беретін болса, нәтижесінде бұның да соған 2 есеге артып жылжығанын, яғни 2 Фи2 болғанын байқаған. Сонымен қорытындылай келе тәжірибе нәтижесінде Q қанша есе артса, Фи да сонша есе артатынын және бұл ара қатынастың мәні мынау металл шарлардың, яғни зарядталған дененің өлшеміне тікелей тәуелді екені анықталған. Сонымен жаңа физикалық шама енгізген, ол яғни осы дененің өзінің жеке өлшемдеріне тәуелді болатын және мына ара қатынастарға тең болатын сыйымдылық деген шама, яғни электр сыйымдылығы деп аталады. Мысалы, мына бірінші шар үшін ол С1 болса, екінші шар үшін ол не? С2 болады деген сөз. Бұл шаманы біз электр сыйымдылығы деп атаймыз, яғни қаншалықты мөлшерде зарядты сыйдыра алады, немесе қаншалықты мөлшерде зарядты алады, соны көрсететін шама деген сөз. Яғни бұл заряд мөлшерінің потенциалға айырмашылығы. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, қараңыз, басында ол зарядталмады, ол кезде потенциалы 0 болып тұрды. Сонда шын мәнінде бұл жердегі Фи2 дегеніміз, ол Фи2 азайтылған 0, ол дельта Фи деген сөз. Яғни Q бөлінген дельта Фиға тең болатын мынау С деген шама, ол электр сыйымдылығы деп аталды. Егер бастабында зарядталмаған дене болатын болса, бізде Фи1 0-ге тең болатындықтан, мына дельта Фидің Фиға тең болып қалатыны сондықтан. Енді бұның шама өлшем бірлігі ретінде фарад деген өлшем бірлік алынады, бірақ бұл өте үлкен өлшем бірлік, яғни 1 фарад сыйымдылығы бар деген сөз, ол өте үлкен дене. Яғни мысалға жердің жуықтағанда
электр сыйымдылыгы 1 фарадқа жуық. Ал әдетте электр құрылғыларында ондай үлкен сыйымдылықтағы денелер бізге кездеспейді. Сондықтан біз есеп шығару барысында қосымша 1 микрофарад, 1 нанофарад және 1 пикофарад деген өлшем бірліктерді не істейді екенбіз? Қарастырамыз. 1 микро деген 10-6 дәрежесі фарад, ал 1 нанофарадымыз 10-9 дәрежесі фарад, сәйкесінше 1 пикофарадымыз 10-12 дәрежесі фарад. Яғни осындай қосымша өлшем бірліктерін пайдаланамыз, бірақ негізгі өлшем бірлігі фарад. Енді электр сыйымдылығы ұғымы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді мынандай жағдайды қарастырған. Яғни, егер мынандай екі металл пластина алып, оларды мысалы тоқ көзіне қосты деп есептейік. Тоқ көзіне қосты екеуін. Сәйкесінше мына оң жағына қосылғаны тоқ көзінің мынау оң зарядталады. Ал керісінше теріс жағына қосылғаны теріс зарядталады екі пластинаның. Егер екеуінің ара қашықтығын бір-біріне жақындататын болсақ, біз алдында зарядтаудың, яғни электрлеудің тәсілдерін өткен кезде индукция арқылы электрлеу дегенді өттік. Яғни қандай да бір зарядталған денені бейтарап денеге жақындатсақ, оның әсерінен, және зарядтың әсерінен ол жерге, яғни егер плюс зарядта кеп жақындатсақ, ол плюс зарядқа қарай дененің жақын бөлігінде минус зарядталады, ал керісінше минус зарядты жақындатсақ, онда дененің сол минус зарядқа жақын бөлігі плюс зарядталады дедік. Яғни өйткені әр аттастар бір-бірін тартады, дене тұтастай алғанда бейтарап болғанмен, оның құрамында оң зарядталған иондар болуы мүмкін, теріс зарядталған электрон болуы мүмкін. Сондықтан ол қандай да бір электр өрісінің әсерінен, яғни индукцияның әсерінен ол зарядталуы мүмкін еді. Енді мына жағдай қарастырсақ, екеуі мынау оң зарядталып тұр, мынау теріс зарядталып тұр. Егер оларды бір-біріне жақындататын болсақ, мына оң зарядталған пластина мына жақта тағы индукцияланған теріс зарядтар тудырады мына пластинада. Ал сәйкесінше мына теріс зарядталған пластина мына жақта сәйкесінше теріс зарядтарды пайда қылады өзіне жақын бетінде. Яғни бұндай құрылғының көмегімен біз зарядты жинауға мүмкіндігіміз бар екен. Және, яғни заряд бар болды деген сөз электр өріс кернеулігі пайда болды, сәйкесінше электр өрісінің энергиясы пайда болды деген сөз. Яғни, демек, бұндай құрылғыны біз конденсатор деп атайды екенбіз. Конденсатор. Мына жақта кішкене дұрыс жазылмай кетті, жоқ дұрыс екен. Конденсатор деп атаймыз. Яғни, конденсатор дегеніміз сонда. Конденсатор дегеніміз, яғни. Ол электр зарядын немесе энергиясын жинақтаушы, немесе сақтаушы құрылғыны біз конденсатор деп атайды екенбіз. Және мынаны егер зарядтап алып, одан кейін оны тоқ көзінен үзіп тастасақ, біз бәрібірде ол жерде зарядталған екі аттас пластинаны ала алады екенбіз. Сондықтан конденсатор бұл зарядты жинайды және зарядты сақтайды. Қалай жинайтынын жаңа түсіндірдім индукция арқылы. Сәйкесінше біз заряд пайда қылсақ, электр өрісінің энергиясында жинадық деген қорытындыға келуге болады екен. Енді бұл конденсатор бізде ең қарапайым конденсатордың түрі, бұл жазық конденсатор деп аталады. Ары қарай біз тағы да қарастырамыз. Ал жазық конденсатор көбінесе, қараңыз, мына екі пластина ол металл, көбінесе жұқа металл фольга, және оның ортасына қандай да бір диэлектрик қолданады. Ал тура мына жағдайда оның ортасындағы диэлектрик ретінде біз ауаны пайдаланып тұрмыз деген сөз. Яғни диэлектрик болады, екі шетінде екі металл фольга болады. Оның түрі бізде, мысалы электр құрылғыларының ішінде мынандай цилиндр тәрізді болып жүреді. Себебі мынандай жазық екі жақ беті фольга металл, ал ортасында диэлектрик бар нені ораған. Яғни орау арқылы осындай цилиндр пішінінде ықшамды етіп электр құрылғыларында пайдаланады. Енді бұл жазық конденсаторды, яғни оның электр өріс кернеулігін немесе оның сыйымдылығын біз қалай анықтаймыз? Соған тоқталайық енді. Енді өткен параграфта біз Гаусс теоремасын өткен кезінде, яғни электр өріс кернеулігін осындай екі жазық пластинаның, ол жерде біз конденсатор деп атаған жоқ, біз екі жазық пластина, оны біз қалай табатын едік? Яғни сигма беттік тығыздығы, мынаның беттерінде қанша бірлік ауданында қанша заряд орналасты, соны эпсилон мен эпсилон нөлдің көбейтіндісіне бөлетіміз. Енді сигма дегеніміз не еді өз кезегінде? Сигма дегеніміз Q бөлінген S болатын. Орнына қоятын болсақ, Еміз Q
бөлінген эпсилон 0 с. Яғни мына қатынас бізде сигманы беріп тұр, Енді е мен біз кернеудің арасында мынандай байланыс алғанбыз. Яғни потенциалдар айырымның арасында. Яғни е дегеніміз ол у бөлінген не еді? Д болады. Бұл тең болады демек Q эпсилон 0 с. Яғни бұны өткен тақырыпта тағы да қарастырамыз. Яғни кернеулік пен кернеудің арасындағы байланыс, яғни е мен д-ның көбейтіндісі бізде уды немесе потенциалдардың айырым беретін. Бұны біз қарастырамыз. Осы жерде мен ені өрнектеп тұрмын, ол у бөлінген д-ға тең болып тұр. Яғни мынандай өрнек алдық. Енді осы өрнектен, яғни уды келесі жағын ауыстырып, мына екеуінің орнын ауыстырайық, пропорция жасап. Сонда қандай өрнек алам? Яғни мына жағында Q бөлінген у болады, ал мына жақта эпсилон 0 с бөлінген не болады? Д болады. Енді қарай, Q бөлінген у дегеніміз бұл Q бөлінген дельта фи. Ол неге тең? Біздің алдыңғы өткен сыйымдылыққа тең. Сонда мынауымыз конденсатордың сыйымдылығы деген сөз. Сонымен конденсатордың сыйымдылығы үшін біз, яғни жазық конденсатордың сыйымдылығы үшін эпсилон 0 с бөлінген Д деген формуламен есептеуге болады екен. Ал Д дегеніміз мына екі жазық пластинаның ара қашықтығы, ал S дегеніміз мына жазық пластина егер екеуі бір-біріне параллель тұрса, демек екеуінің де тұтас көлемі бір-бірімен беттесіп тұр деген сөз. Ал егер, мысалы, менің алақаныма қараңыздар, мысалы, мынау екеуі екі жазық пластина десек, ол былай тұру мүмкін, Осылай тұрған кезінде біз тек қиылысқан жерінің ауданын, яғни мына ауданды ғана аламыз. Ал көп жағдайда екі пластина параллель етіп беріледі, яғни мынандай. Демек, оның қиылысқан ауданы да оның бір бетінің ауданымен қандай болады? Тең болады деген сөз. Сонда мынаны жазық бетінің ауданы деп қабылдай беруге болады. Эпсилон дегеніміз арасындағы диэлектрліктің өтімділігі, егер ол ауамен толтырылса көп жағдайда бірге тең болады. Ал эпсилон 0 дегеніміз электрлік тұрақты 8,85 көбейтілген оның минус 12 дәрежесіне тең. 6 дегеніміз жаңа айттым ара қашықтығы. Осы арқылы біз мына конденсатордың сыйымдылығын есептей аламыз. Ал көріп тұрсаңыздар, бұл сыйымдылық, яғни ешқандай зарядтың шамасына немесе басқа нәрсеге тәуелді емес, тек конденсатордың жеке өлшемдеріне тәуелді. Оның ауданына, жазық пластинасының және екі пластинасының ара қашықтығына тәуелді болып тұр. Балалар, бүгін біз сіздермен электр сыйымдылығы және конденсатормен таныстық. Яғни электр сыйымдылығы ұғымын біз не үшін енгіздік, қысқаша тәжірибесін түсіндірдім, және жазық конденсатор дегеніміз қандай конденсатор, оның сыйымдылығын қалай есептейміз, соны түсіндірдік. Қандай да бір жері түсініксіз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.